Сізге біреу кірсе, дәрі бере ма, ой бере ма, білім бере ма, сізді Алла тағаланың қадірлі құлы деп, соны есте тұтып отырып беру керек та. Ойыншық бере салмау керек сізге еш нәрсені. Сізге Алла тағала сондай қадір берген Алла тағала. Валақад каррамна бани адама. Біз адам баласын сондай құрметке бөлегенбіз дейді та. Жаңағы періштелермен салыстырғанда, періштелердің жаратылудағы мақсаты сол да. Тазалық, тақуалық, нұр, ақыл, түсініңіздер қандай мәселе. Олардан ешқашан күнә шықпайды да. Бірақ бізге басқа жолды қалаған Алла тағала. Қандай жолды қалаған? Біздің ішімізге нәпсі деген нәрсе берген. Ол қателеседі, күнә жасақ болады. Алла тағаланың рахымы бұның бәрін ескеріп жаратқан. Соны түсіндіру үшін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бізге айтады: "Лаулам тузнибу", қараңыздар, қағиданы түсіндіреді. Егер де мүлде күнә жасамайтын жердің беті таза тақуалыққа айналып кететін болсаңдар дейді, "Ла захаба бикум Аллаху тағала". Алла тағала сендерді алып кетеді дейді жердің бетіне. Келіп жоқсыңдар дейді, болды. "Вала яти би қаумин ахарин", басқа қауымды алып келеді дейді. Көрдіңіз бе? "Юзнибуна ва ястағфируна Аллаха фа яғфиру лахум". Қате жасап, күнә жасап қояды. Содан "Раббым, мен қайтып келдім" деп жылап кешірім сұрайды. Алла тағала оны кешіреді. Адамзаттың өмірі осындай. Түсіндіңіз қандай емес? Ешкім жоқ қателеспейтін, ешкім жоқ күнә жасап қоймайтын. Көрдіңіз ғой? Егер де біреуіңізге Алла тағала тақуалық нәсіп етіп жатқан болса, бір жақсы амалдарды артық нәсіп етіп жатқан болса, ешқашан ол тақуалығыңды немесе жаңағы артық амалдарыңды стандарт қылма адамдарды өлшеуге. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Сен емес соларды өлшейтін асылы. Сенің өзіңе де сол нәрсе берілгенде, сынақ үшін берілген, осыны істер екен деп. Көрдіңіз қандай мәселе? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтылған қағида қандай? "Ва иза жаъака аллазина юъминуна би аятина фақул саламун алейкум ва катаба раббукум ала нафсихир рахма". Егер де сенің қасыңа біздің Алла тағаланың аяттарына иман келтіретіндер келіп қалса, ол қандай? Ол келіп тахаджуд оқып жүр ма? Ол нәпіл ораза ұстап жүр ма? Ол Құранды жақсы оқып жүр ма? Құранды әлі жаңағыдай дұрыс оқи алмай жүр ма? Оның жаңағы жағдайы несіне? Бәрі бірдей сіздің алдыңызда. Түсіндіңіз ба? Иман келтіргендіктен Алла тағаланың аятына. Міне, сіз өлшейтін стандарт. Түсіндіңіз ба? Иман келтірген келді ма қасыңа? Дереу қул дейді, дереу айт дейді оған. "Ассаламу алейкум" деп дейді. Бұдан басқа сөзді естуші болмайын дейді Алла тағала. Көрдіңіз қандай мәселе? Жүрегіне берді ма иман? Болды. Енді сенің оны мазалауға да хақың жоқ оны. Көрдіңіз бе? Сондықтан сахабалар секілді бір-бірін адам мазалай бермеу керек. Бір-біріңе тыныштық беріңдер. Келесің ба, бір пайда бере аласың ба? Бер. Күшіңмен пайда бере аласың ба? Біліміңмен пайда бере аласың ба? Малыңмен пайда бере аласың ба? Жаныңмен, көңіліңмен пайда бере аласың ба? Бер. Бере алмайсың ба? Мазасын алма адамның. Осындай мәселеде. Ешкім ешкімді мазаламау.